Қайырлы күн достар, сіздерге осындай жұмсақ, өпілдеген маффинийдің рецептісін ұсынамын. Қараңыздар, іші толығымен менде пісіп шыққан. Енді бізге керекті ингредиенттерді сіздердің алдарыңызға ұсынамын. Осындай тап-таза ыдысқа бірінші жұмыртқамызды саламыз. Келесі тұзымызды және де сұйық майымызды құямыз. Қантымызды саламыз да жақсылап венчикпен араластырамыз. Достар, жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап араластырып алған соң сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Және де крахмалды саламыз, кукурузный. Бізде осындай консистенция шығады. Келесі таза ыдысқа осылай ұнымызды саламыз және ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Қопсытқышты қосып, жақсылап араластыру керек. Қамыр жақсы көтерілу үшін қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Алдындағы дайындап қойған консистенцияға қамырымызды ситу арқылы өткізуіміз керек. Қамырды салып болған соң барлығын жақсылап араластырып алу керек. Осындай бір келкі қамыр болу керек. Енді қамырымызды екі ыдысқа бөлеміз. Екіге бөлінген қамырдың біреуіне какаоны саламыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды мен осындай өзіме ыңғайлы болатындай кондитерлік пакетикке салып аламын. Сіздер қасықпен салуларыңызға да болады. Сіздерге қалай ыңғайлы? Екінші қамырды да осындай кондитерлік пакетке салып аламын.
Менде осындай 4 бұрышты формалар маффинайға арналған. Сіздер өз еркілеріңізде дөңгелегін де алуға болады. Формамызға бірінші астыңғы жағына сары қамырымызды құйып барлығына жететіндей саламыз. Келесі үстінен қоңыр қамырымызды барлығына жеткізіп құйып аламыз. Енді жақсылап шпажкамен немесе зубочисткамен араластырып шығуымыз керек. Шпажкамен немесе зубочисткамен жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен осындай ақ шоколадтың үгіндісін үстіне сеуіп шығамын. Сіздер өз қалауларыңызша қоңыр шоколадты да пайдалануларыңызға болады, өз еркілеріңізде. Дайын болған қамырды духовкаға саламыз. Мінекей достар, менде осындай маффинай пісті. Маффинайдың піспегенін осындай зубочисткамен тексеріп көреміз. Зубочистка құрғақ болып шығу керек. Осы маффинайды пісіруге кеңес беремін.